Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгіннен бастап біз сіздермен қашықтықтан оқытуды бастаймыз. Бұл видеода мен сіздерге қашықтықтан оқыту қалай жүзеге асатындығы туралы түсіндіретін боламын. Сонымен бірінші кіріспе сабаққа қош келдіңіздер. Енді құрметті оқушылар, сабақтан қалай өтетіндігі жайында түсіндіріп өтейін. Күнделікті сабақтар YouTube-қа видео форматта жүктеледі. Яғни мен сіздерге дәл осы видеодағыдай видеоларды жүктейтін боламын. YouTube-дағы каналға әр пәннің сол видеоның ішінде барлық сабақтың тапсырмасын беремін. Сабақтағы тапсырмаларды жоғалтып алмас үшін нағыз керек болған жағдайда оны Telegram каналға да жүктейтін боламыз. Ал үйге берген тапсырманы сіздер орындап, маған WhatsApp арқылы жекеме жібересіздер, және сабақ уақытында біз Zoom платформасы арқылы жаңағыдай бетпе-бет күнделікті тақырыпты игеру, түсіну деңгейлеріңізді мен сіздердің сол Енді мен сіздерге қазақ тілі және әдебиет сабақтарынан қандай тақырып өтетіндіктерімізді айтып өтейін. Қазақ тілі сабағынан біз екі бөлімді өтеміз. Бұл бірінші бөлім әлемдегі ірі кітапханалар атты бөлім, яғни кітапханалар туралы. Ол кездегі біздегі тілдік бағдар бұл үстеудің түрлері болып табылады. Үстеудің түрлерінің жартысын балалар біз алдыңғы тоқсан аяғында өткен болатынбыз, иә. Қалғанын осы 4-ші тоқсанда талдайтын боламыз. 10-ші бөлім ғылым мен технология жетістіктері. Бұл жердегі тілдік бағдар бізде пунктуация және тыныс белгілері болып табылады. Пунктуацияны білеміз, иә, балалар біздер. Тыныс белгілері туралы ғылым. Яғни сөйлем ішінде тыныс белгілері қалай қойылады, қай кезде қойылады, қай кезде қойылмайды деген сияқты тақырыптарды талдайтын боламыз. Келесі біз қазақ тілі және әдебиеті сабақтарындағы оқу мақсаттарымен танысамыз, балалар. Бірінші оқу мақсаты қазақ тілінен бізде тақырыптарға байланысты диалог монологтарды көтерілген мәселені талдау, ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын салыстыру. Бұл тапсырмалардың барлығын біз алдыңғы тоқсанда орындадық, иә, балалар. Мәтіннің тақырыбын табу, ол не туралы жазылған, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтау, сұрақтар құрастыру. Бұл тапсырмамен де таныспыз. Оқылым және тыңдалым материалдары, сөйлемдерді іріктей отырып жинақы мәтін жазу, иә. Берілген тақырыпқа байланысты сөйлемдерді іріктейміз және оған қатысты өз ойымызды жазамыз. Мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге емле ережелеріне сүйеніп түзетіп редакциялау. Бұл біздегі жаңадан өтетін пунктуация тақырыбын өткен кезде ол жердегі емле ережеге сай сөйлемдерді дұрыстаймыз, түзейміз және үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану болып табылады. Үстеудің түрлерімен толық танысқан кезде бұл тапсырманы да біз орындай аламыз деген ойдамын. Әдебиет бойынша бізде тақырып тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым тарауы 3 авторды қамтиды. Ол Ерлан Жүністің Менің атым тәуелсіздік атты шығармасы, Асқар Алтайдың Прописка атты әңгімесі және Расул Ғамзатовтың Ана тілі менің Дағыстаным атты шығармалары. Бұл 3 шығармада туған жер, тәуелсіздік, тәуелсіз Қазақстан тақырыптарына арналған шығармалар болып табылады. Әдебиет сабағы бойынша оқу мақсатында бізде әдеби шығарманың мазмұнымен танысу, сюжетін анықтау, балалар біз қандай жүйе бойынша анықтайтын едік? Иә, оқиғаның сюжеттік композициялық құрылымын анықтау арқылы, шығарманың тақырыбы мен идеясына талдау, яғни шығарма тақырыбы дегеніміз шығарма не туралы жазылған, идея дегеніміз автордың бізге айтқысы келген ойы, шығармадағы кей үзінділерді мәнерлеп оқу немесе жатқа айту. Бұл турасына келгенде жатқа айтуға тиіс болатын тапсырмалар болады, оны сіздер маған видеоға түсіріп жекеме жіберетін боласыздар. Және автор бейнесін анықтау, шығармадағы көркемдегіш құралдарды табу. Шығармадағы көркемдегіш құралдар дегеніміз білеміз біз бәріміз, иә. Эпитет, метафора, теңеу сияқты көркемдегіш құралдар. Шығарманы талдап эссе жазу және сұрақтарға жауап беру болып табылады. Және де соңғысы бүгінгі сабақтың барысында балалар кіріспе сабақ болғандықтан мен сендерге тек қана жазбаша тапсырма ғана дайындап қойдым. Алайда келесі сабақтарда тапсырмалардың бұдан көптеу болатындығын естеріңе саламын. Қазақ тілі бойынша сұрақтарға жауап беру 4 сұрақ берілген. Осы 4 сұраққа жауап бересіздер және жазып маған жекеме жібересіздер. Әдебиет сабағы бойынша да 4 сұрақ берілген.
бұл сұрақтардың да жауабын жазбаша жазып менің жекеме жібересіздер. Бұл сұрақтар балалар ескерте кететін жайт, алдағы 90-дағы тақырыптармен тікелей байланысты. Осы презентацияның электронды нұсқасын мен осы видеоның астына жүктейтін боламын, сосын сол жерден алсаңыздар болады. Сонымен сабақ аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.